Жалпы Бассерман жобасында бізде көптеген карталар бар. Ол карталардың ішіндегі мен осы орында отыру ұяшылығын таңдап алдым. Технологиялық карталардың бірі біздің МКМ кестеміздің өзектілігі. Бұнда оқушылар түгел сабаққа қатыса алады. Ешқандай оқушы сабақтан тыс, назардан тыс қалып кетпейді. Сондай-ақ бағалау анық көрінеді. Оқушылардың бағалау анық көрініп отырғандықтан әрбір оқушы өз ұяшығын баға формамен толықтыру мақсатында әрекет жасауға тырысады. Ол кестені бізде қолдану әсіресе өтілген сабақты қайталау кезінде, сұрақтарды пысықтау барысында, жұптық тапсырмалар орындау барысында, немесе кез келген бөтен сыныпқа барып ашық сабақ өтуге қолдануға өте тиімді. Бұл жерде неше түрлі тапсырмалар қолдана аласыздар. Жұптық тапсырмалар, топтық тапсырмалар, жеке тапсырмалар, сұрақтар, барлықтарын қолдана аласыздар. Және ол жерде уақыттан өте аламыз. Мен осыны Б және В сыныптарында, Б классында қолданған жоқпын, вагон сыныбында қолдандым. Және осы биылғы оқу жылындағы 1-2-3 тоқсанның білім мониторингін көрсеттім. Мен осы өз әдісіммен бірнеше ашық сабақтар өткіздім. Мектеп-ішілік, қалалық семинарларда ашық сабақтар өткізіп, өзімнің өткізген ашық сабақтарымды фейсбуктарда жариялап отырдым. Және мектепте шебер сабақ айдарында өз әдісімен бөлісіп, таныстырып жүргіздім. Келесі. Және осы бойынша басылымға білімді ұрпақ журналына тақырыптың ішінде осы туралы қысқаша тоқталып өттім. Мұны сабақ өту барысындағы суреттерін фейсбукта, соның несі, ссылкасы, ашық сабақ барысындағы апталық кездерінде кез келген уақытта мен осы кестені қолданып отырамын. Бұл кестені мен 2006 жылдан бастап қолданып жүрмін және айналамдағы жас мамандарға мен тәлімгерлік жұмысын атқарамын. Барлықтарына осыны қолдануға және сіздерге де қолдануға ұсынамын.